Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қамыры өте жұмсақ болатын және де дәмі өте керемет пирожкидің рецептісімен бөлісемін. Пеште пісетін бұл пирожкидің рецептісін міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысқа жылы сүт, жылы су және де сұйық май, қант, тұз, ашытқымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне ұн салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, енді осыны 1 сағат, 1,5 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоюымыз керек. Көтерілуі қажет қамырымыз. Бұл уақытта біз салмасын дайындаймыз. Картопты осылай жұқа етіп кесіп, ыдысқа салып, үстінен су құйып қайнатамыз. Пиязды да жақсылап майдалап турап, пияздың өзін жеке майға қуырып алып қосамыз. Пияздың қуырылған дәмі пирожкиге өте керемет дәм береді. Майдалап турап алдық. Енді осы қызып тұрған табаға майымызды құйып, пиязды қуырамыз. Осындай әдемі сарғыш түске енгенше қуырамыз. Біздің картопымыз пісті. Жақсылап картопты еземіз. Одан соң үстіне жаңа қуырылған пиязымызды салып, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Міне осымен біздің салмамыз дайын. Міне 1,5 сағат өткеннен кейін біздің қамырымыз көтеріліп, дайын тұр. Оны осылай майда бөліктерге бөліп, домалақтап, зуалылап қоямыз. Міндетті түрде үстін шашықпен жауып қоямыз, қамырымыз қатып қалмау үшін. Әр қамырды осы видеода көрсетілгендей жайып, ішіне салмасын салып, пирожки жасаймыз. Бұл пирожкидің салмасына өздеріңіз қалаған нәрсені қоса берсеңіздер болады. Картоптың орнына қырыққабат немесе асқабақтар да қоссаңыз болады. Бір жұмыртқаны жарып, осы пирожкиіміздің үстінен жағып шығамыз. Және де пирожкиді 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз пеште. Мінекей біздің пирожкилеріміз дайын. Дәмі енді өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап, жақындарыңызды дәмді пирожкимен қуантыңыздар. Сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Видео ұнаса, лайк басып, астына комментарий жазып кетіңіздер. Алда әлде де көптеген рецепттер болады дәмді, сондықтан менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Хош сау болыңыздар, барлықтарыңызға ас болсын.